Армысыздар достар, эфирде Жұлдыздарды айтайық каналы сіздермен бірге. Бүгін Қарақат Абильдинаның балалар үйінің жетекшілері балаларды асырап алғысы келетіндігі туралы толық ақпаратпен бөлісейік. Алдымен парақшаға жазылып, лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Мәжіліс депутаты, әнші Қарақат Абильдина көп жағдайда балалар үйінің жетекшілері балаларды асырап алғысы келетіндігі, патронаттық отбасыларға беруге ниет білдірмейтінін айтты. Оның айтуынша, жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларды отбасыларды тәрбиелеу ісіне баса назар аудару керек. Бас прокуратура мен бала асырап алу жөніндегі агенттік жағынан жүргізілген тексеріс нәтижесінде тіпті бала асырап алуға қарсы жасанды кедергілерді ойлап тапқан жетекшілерде анықталды. Өйткені әр балаға мемлекеттен ақша бөлініп отырады, және ол аз ақша емес. Балалар үйіндегі бір бүлдіршін үшін 600 мың теңге, 1 миллион теңгеге дейін қаражат бөлінеді. Осы қаражатты бала асырап алғысы келетін отбасыларды қолдау бағыттасақ, бала үшін бұл әлдеқайда пайдалы болатыны анық. Сондай-ақ айта кетсек, қазіргі кезде жетімдер үйінің саны азайып келе жатыр. Балалар үйінде 4916 жеткіншек бар. Өкілетті органдар кәсіби немесе фостерлік отбасыларды құру жобасын қолға алған. Бұл жобада еліміздегі балалар үйінің санын азайтуға бағытталғаны белгілі. Осы орайда пилоттық форматта іске қосылған. Ал балалар үйіне тоқталсақ, олардың жұмыс бағытын өзгерту керек деп санаймын. Әрине, жетімдерге пана болған балалар үйін мүлдем жауып тастау дұрыс емес. Себебі ауыр дертке шалдыққан балалар көп. Олар жағдайы не демекші? Балалар үйінің жұмыс жүйесін осындай бүлдіршіндерге көмек көрсететін сауықтыру орталығы ретінде қайта қарастырған жөн. Сондай-ақ асырап алған балалар жетімдер үйіне кері қайтаратын жағдайда бар. 18%-ді құрайды. Менің пайымша, жетім, ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларды отбасыларды тәрбиелеу ісіне баса назар аудару керек. Достар, сіздерге бұл видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркеліп кетіңіздер.